Ана деген барлығынан бағалы, бағаласаң. Жетер мекен дүниеде бұлдағы, бағамдасаң. Аналарсыз өзі де бекер екен о дүние жұмағы. Аяулы Асқар анамыз Райза Нұрбек қызының арамыздан жырақтап бақиға озғанына жылдың 100 болды. Анамыз Ақтоғай өңірінде 1914 жылы мешіт ашып, бала оқытып, абай өлеңдерін насихаттап ағартушылықпен айналысқан дін саңлағы молда Нұрбек Омарұлы атамызбен Залиха Омарқызы апамыздың отасқан бақуатты шаңырағында 1937 жылы 27 мамыр айында дүниеге келген. Руы Көшкін Орысбай. Әкеміз Орынтай Ұрысұлымен отасып, шаңырақ құрған анамыз ерте жесір қалып, өмірдің барлық ауыртпалығына мойымай, шиеттей балаларды бағып-қағып, жетілдіріп, оқытты, құтты орындарына қондырды. Зейнеткерлікке деген медицина саласында еткен еңбегі жемісті болып, еңбек ұжымында да өте сыйлы құрметке ие болды. Бізге, балаларына еткен өлшеусіз ерен еңбегіне де шексіз рахметімізді, ризалығымызды айтамыз. Тектілік тұнған мейірімді жылы жүзі, аялы алақаны, шексіз бір әлем, қамқор жүрегі, қарапайым тұлғасы бәрі есімізде, өремізде биіктей береді де. Жақындарымызбен кең жайылған дастархан басында жиналып, ардақты әжеміз, аяулы анамыздың дәмді тағамдарын, ыстық бауырсақтарын қанықтылықпен жейтін күндеріміз көңілімізден ешқашан кетпейтіні анық жайт. Жүрегімен алақан жылуының табы әлі күнге сақталып, маңдайымызды жылытып тұрғандай. Әжеміз өте данышпан, айналасына сыйлы, сөзі өтімді, ажарлы кісі болған. Бүкіл саналы ғұмырын балалары, немерелері, тіпті шөберелеріне тәрбие беру жолына сарп еткен әжемізді еске алғанда, көз алдымызға оның ақ пейіл мінезімен әжелік қамқорлығы келеді. Еркелетіп есейткен әжеміздің орны біз үшін қашанда ерекше. Өзінің ақыл парасаты мен асыл қасиеті, әрбір айтқан өсиет сөздері мәңгілікке жадымызда, жүрек түкпірінде сақталмақ. Sağınam seni tavanının astında жұмақ бар анам жалғандағы жалғазым жан ізгім анам санама нұр сәулеңді тамыздың анам берген аппақ сүтіңнің әр тамшысымен әжеміңнің бәріне қарызбын анам. Мені ойлап ойымның қоштың барлығын, мені ойлап салмақтың іштің зар мұңын, жыламашы анашым, жылап жатсаң да қуаныштың көз жасын сүртсін жаулығын. Жалғандағы жалғазым жан ізгім анам санама нұр сәулеңді тамыздың анам берген
Аялы аяңызда асқарана, бақ кештік бейқам ғана, биігіне санадағы басы еміз, ізгілі ізет етіп рухыңызға. Я Аллах, анамыздың рухын шад-шадыман етіп, қабірін Құран нұрымен нұрландырып, жанын жәннатта етеу.